Бүгінгі сабақта екі айырым бойынша белгісіз шаманы табу есептерін шығарып үйренесің. Есепті және оның шешуін қарастырайық. Балақайға әжесі бағалары бірдей 12 қызыл және 10 көк қатты қағаз сатып әперді. Көк қағаздың құны қызыл қағаздың құнына қарағанда 40 теңгеге арзан. 12 қызыл қатты қағаз бен 10 көк қатты қағаздың құны қанша? Қызыл қатты қағазды суретте қызыл түсті кесіндімен, көк қатты қағазды көк түсті кесіндімен салайық. Қызыл қатты қағаз көбірек болғандықтан қызыл кесінді де ұзынырақ болады. Көк қағаздың құны 40 теңгеге арзан. Демек, қызыл қағаздың құны 40 теңгеге қымбат. Қызыл қағаздың саны көк қағаздан қаншаға артық екенін табамыз. Ол үшін 12-ден 10-ды азайтамыз. Сонда 2 болады. Яғни қызыл қағаздың саны көк қағаздың санынан 2-ге артық. Сонда қызыл қатты қағаздың саны 2-ге артық, ал құны 40 теңгеге қымбат. Демек, 2 бет қағаз 40 теңге тұрады. Енді 1 бет қағаздың бағасын анықтаймыз. Ол үшін 40-ты 2-ге бөлеміз. 1 бет қатты қағаздың бағасын білсек, онда 12 қызыл қатты қағаздың құнын біле аламыз. Ол үшін 20-ны 12-ге көбейтеміз. Сонда 240 теңге болады. 1 бет қатты қағаздың бағасын білсек, онда 10 көк қатты қағаздың құнын да біле аламыз. Ол үшін 20-ны 10-ға көбейтеміз. Сонда 200 теңге болады. Біз есептің сұрағына жауап бердік. Енді жауабын жазайық. 12 қызыл қатты қағаздың құны 240 теңге. 10 көк қатты қағаздың құны 200 теңге.